Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өзімнің ең жақсы көретін шаймен ішкенде керемет үйлесетін тәттімнің рецептісін ұсынамын. Ең алдымен бізге 2 жұмыртқа қажет болады. 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Егер көп мөлшерде жасайтын болсаңыздар, осылай 2 жұмыртқамен жасасаңыздар болады. Үстіне шым-шым тұз қосамыз. 2 жұмыртқадан менде 3 тәрелке шықты. Егер одан аз жасайтын болсаңыздар, 1 жұмыртқамен жасасаңыздар да болады. Одан кейін ұнымызды аз мөлшерден қосып отырып илейтін боламыз. Барлығын бірден салып жібермеңіздер, өйткені қамырыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Сол үшін бөліп қамырымыздың басын біріктіретін боламыз. Мінекей бізде жұмсақ қамыр иленді. 350-400 грамм ұн қостым. Сіздің ұныңыздың көлеміне байланысты, жұмыртқаңыздың көлеміне байланысты ұнды қосатын боласыздар. Одан кейін 10 минутқа тындырып қоямыз. Тынған қамыр өте жақсы жайылады, сол үшін міндетті түрде қамырыңыз 10 минуттай тұруы керек. Мінекей жұмсақ қамыр дайын болды. Енді осыны екі жанына ұн сеуіп, қамырымыз жабысып қалмайтындай етіп илеп шығарамыз. Қамырымызды қалың болмауы керек, жұқа етіп жайып шығамыз. Мінеге бізде үлкен бір күлше шықты қамыр. Енді осыны еттің қамыры секілді ұзын бөліктерге видеода көрсетілгендей кесіп аласыз. Кез келген формада кесіп жасасаңыздар болады. Маған осылай үлкен ұзын формада кескен ұнайды. Мінеке барлығын кесіп, бір-біріне жабысып қалмау үшін араларын ашып қойып қоямыз. Қызып тұрған майымызға барлық қамырымызды пістіріп алатын боламыз. Егер қамырларыңыз қалың болып жайылған болса, майға салатын кезде қолыңызбен қамырыңызды созып жіберсеңіздер, қамырыңыз жұқаратын болады. Қатты отқа қыздырып, тез пісіріп аламыз. Қызартып қана пісіріп алсаңыздар болады. Қатты қыздырып керек емес, себебі ол майда тұрған сайын бойына майды сіңіре беретін болады. Сол үшін ағарып, кішкене шеті қызарса, майдан ала берсеңіздер болады. Осы хворостқа мен сахарный пудрасын септім. Маған осылай сахарный пудраны қосып жеген ұнайды. Дәмі өте дәмді болып шығады. Сгущенкамен қосып араластырып жасасаңыздар болады. Бірақ маған ол түрі ұнамайды. Өйткені ол тұрып хворостың қытырлақ дәмі жойылып кетеді. Сол үшін маған осындай жеген кезде үнемі қытырлақ болып тұрған ұнайды. Сол үшін мен осындай үстіне тек қант ұнтағын сеуіп қана жасайтын боламын. Мінекей біздің дайын болды. Ас болсын.